Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамында әзірленетін наурыз көже даярлайтын боламыз. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, тіршіліктің жаңаратын, пейілдің түзелетін, көңілді кеңейетін кезеңі наурыз мейрамы барлығымызға құт берекесімен келсін. Қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжемізді 7 түрлі дәмнен жасаймыз. Мен өзім жалпы сары жүгері, ақ жүгеріден, ноқаттан және де осылай сұйық құрттан, тарыдан және де қызыл түсті атбас бұршақтардан, ең соңында өзім көп сақтап жүрген сүрленген етімнен даярладым. Етімізді әуелі суға салып қайнатып пісіретін боламыз. Ал мына бұршақтарды мен бөлек пісіретін боламын, себебі бұл піскеннен кейін суы қып-қызыл түске айналады. Егер де бұны етпен бірге пісіретін болсаңыздар, етіңіздің сорпасы қап-қара болып кетуі мүмкін. Көбігімізді алып, сорпамызды тазалап отырамыз. Етіміз қайнаған соң қазанымызға ең ұсақ пісетін ақ жүгеріден бастап салатын боламын. 20 минут өткеннен кейін ноқатымызды саламыз. Ет қайнағаннан соң 1,5 сағат өткеннен кейін сары жүгеріні саламын. Піскен етімді бөлек алып, оны турап даярлап қоямын. Ең соңында қазаныма тарымды және де бұршақтарымды салып 10 минут қайнатамын. Дәміне қарай тұз саламын. Қазанның астын өшіріп, туралған етімді салып, барлығын араластырып суытуға қойып қоямын. Мінекей ең соңында айранымды құйып, сұйық дастарханға ұсынатын боламын. Барлығын жақсылап араластырып, кеселерге құйып